Мен Омаров Али Сапарғалиұлы, Төтенше жағдайлар министрлігімен құрдаспын. Ақтөбе қаласында дүниеге келдім. Әскери қызметкер болсам деген бала арманым мен дәл осы саланың маманы болуға жетеледі. Бүгінде Ақтөбе облысының төтенше жағдайларды жою басқармасының бас маманы қызметіндемін. Қыста авариялық-құтқару жұмыстарын қадағалап, суға түсу маусымында тұрғындардың қауіпсіздігін бақылаймыз. Бұл оқыс оқиғалардың алдын алуға көмектеседі. Ал жұмыстан тыс уақытты жүзуге арнаймын, әрі футболдың жанкүйерімін. Бұл бой сергітіп, миды тынықтыруға үлкен септігін тигізеді. Еңбек жолын 2018 жылдан бастадым. Содан бері өрт сөндіруші, инженер, аға инженер қызметтерін атқардым. 7 жыл. 7 жылдық қызметте қызығы мен қиындығы қатар жүрді. Соған қарамастан мен халыққа қызмет етіп, ел игілігі үшін еңбектеніп жүргеніме өкінбеймін.